Ал қыздар, мен есімім Дана Мырзакулова. Сіздермен бүгін вафли жасайтын боламыз. Вафли дегенде, қазір как мороженыйдың астындағы трубочки әртүрлісін мен сіздерге көрсететін боламын. Алдыңғы видеода басқа вафлиді жасағанбыз. Оны сол видеодан көре аласыздар. Оған дейін лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Неғұрлым активны боласыздар, соғұрлым рецепттер көбірек шығады. Ал енді вафлиге қажетті өнімдерді айтып өтейін. Ең әуелі міндетті түрде ұн, ситадан өткізуіміз қажет. Одан кейін шекер, закрома комнаталық температура, разрыхитель, ванилин қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. 4 жұмыртқа, яғни де сүт, любой домашний да бола береді. Одан кейін вафлиға арналған осындай аппаратымыз қажет. Миксер, ол так, сомен жақсы көңіл күймен бастаймыз. Ең әуелі вафлиге 4 жұмыртқаны қосамыз. Міне, 2. Одан кейін оған шекерді қосамын. Грамдардың барлығы қыздар видеода жазылған. Сондықтан ол жағынан мүлдем уайымдамасаңыздар болады. Міне, 4 жұмыртқамызды қостым. Енді весыйды алып, шекерді қосатын боламын. Шекерді қосқан соң жақсылап миксермен араластырамын. Шекерді қостым. Енді миксермен жақсылап 2-3 минутта араластырамын. Жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырып алдым. Қыздар, міне закроманы ертіп алдым. Закроманың сырты міне 82-де 5%. Микроволновкаға немесе газге кәдімгідей ертіп алсаңыздар болады. Одан кейін кезекте сүтті қосамын. Кейін ұнды қосамын. Бұл жерде қатар-қатармен деген нақты заңдылық жоқ. Сондықтан ең главный жұмыртқа мен шекерді бірінші араластырып аласыздар. Қалған өнімдерді былайынан бірден қосай бересіздер. Сүтті қосып жатырмын. Домашний сүт те болай береді. Қазір енді ұнды қосайын деп жатырмын. Ситадан міндетті түрде қыздар өткізесіздер. Мен негізі алдын ала өткізіп қойған. Сонда да сіздерден артық сөз болмасын деп көз алдарыңызда өткізейін. Ұнды өткіздім. Енді разрыхитель қосамын. Грамдардың барлығы видеода жазылған. Міне, разрыхитель. Одан кейін ванилинді қыздар алдыңғы видеода айтқанымдай қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Оны қосатын болсаңыздар дәм как мороженое сияқты иісін өзі обычный пакетиктегі ванилинге қарағанда басқаша ерекше дәм шығады. Бір алып көріңіздер, одан кейін маған рахмет айтатын боласыздар. Все, енді қыздар барлық өнімді қостық. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Одан кейін аппаратымызға пісіретін боламыз. Қыздар, міне құрамымыз осындай болады. Қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес. Бір майлап алдым. Міндетті түрде бір майлап аласыздар. Бірақ тым көп жақып қоймаңыздар. Енді кішкене ғана құямын. Егер көп құятын болсам, сыртына шығып кетеді. Осы жеткілікті. 1-2 минуттай жауып ұстайтын боламыз. Кейін осыған немесе трубочкалар қылып орайтын боламыз. Кейбір қыздар бар, онлайн видео десе жақтырмайды. Негізі онлайнның өзінде осылай досконально барлық нәрселер көрсетіледі. Граммына дейін, еще 30-40 минуттан. Кейбір қыздар жоқ, маған живой керек деп айтады. Енді әркімге әртүрлі. Маған өзіме екеуі де ұнайды. Мен мысалы басқа қалаға бара алмайтын болсам, онлайнда аламын. Өзім кондитерлік курстарға қатысқан кезде. Ал егер даже мен Алматыға бір күнге бола, даже Астана болсын бір күнге бола, мастер-класстарға арнайы барып келгем өзім. Сондықтан егер сіз білім алғыңыз келсе, қызықсаңыз, дамығыңыз келсе, міндетті түрде өзіңізге инвестиция жасауға ерінбеңіз. Сіздерге айтар кеңесім сол. Қазір 1-2 минут тұрғанша құрмей алмай сіздермен сөйлесейін дегенім ғой. Қыздар, міне енді ашып бірден аламыз. Ыстық күйінше орайсыздар, қыздар. Егер салқын күйінше орайтын болсаңыздар, сіздерде сынып қалады. Міндетті түрде ыстық күйінше. Кейін вилкамен бетіп басып қойсаңыздар болады. Міне тағы да құямын. Тағы да дәл осылайынан барлығын істеп шығатын боламын. Наған орауды қазір сіздерге көрсететін боламын.
қыздар, енді біз вафли сияқты қылып жасайтын боламыз. Осы құрамымызды аламыздар. Просто мынандай бір нәрсеге орайсызсаңыздар, все, сіздерге как мороженыйдың трубочкасы сияқты болып шығады. Вилкамен міндетті түрде жауасыздар. 1 минуттай осылай тұрса, все, болды. Сіздерді көш как мороженыйдың асты сияқты болады. Бұл өзі дайын формасы вафлидің құрамымен бірге коробкасында келеді. Міне қыздар, сіздермен бірігіп жасаған вафлимыз дайын. Екеуі де бір рецепт, бірақ міне осындайын, және де міне мынандай түрінде, трубочка түрінде жасадық. Сындырған кезде, міне қараңыздар, қытырлап әдемі сынады міне. Қараңыздар. Әлі ыстық күйінше тұр. Ішіне варенка дегендерді салсаңыздар да болады. Қыздар, видеоны подругаларыңызға жіберіп, міндетті түрде 1000 лайкқа жиналса, келесі жолы жаңа видео шығатын болады. Сіздерді келесі видеода күтетін боламын. Сәттілік!